Жаңа әлем жастары. Осындай айдармен қаладағы жоғары оқу орны Сырдария университетінде бірінші республикалық форум өтті. Форумның негізгі мақсаты елбасының мемлекет дамуындағы саяси бағытынан, жолдаулар мен бастамаларынан туындаған ортақ міндеттерді жастар арасында кеңінен насихаттау және қолдау болды. Айта кету керек, аталмыш форум Сырдария университетінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шара бағдарлама жоспарына сәйкес 4 сессиядан тұрды. Атап айтсақ, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру, президенттің 5 әлеуметтік бастамасы, 3 тұғырлы тіл, жастардың жарқын болашағы және жаңа әлем жастары келбеті тақырыбында сөз болды. Форумның басты мақсаты осы Қазақстан Республикасына жастардың елбасының жолдауындағы ой пікірлерін алмасып, және де университет жастардың арасындағы әлеуметтік дамуына және екі университеттің достық қарым-қатынаста жұмыс жасап отыра, бұл республикалық форумның арқасында екі университеттің жастары бірге отырып, үлкен жобаның дүниеге келуіне септігін тигізеді деген ойда үлкен республикалық деңгейде, жоғары деңгейде атқарылып өтті. Шараны ұйымдастыруға тәрбие істері және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Тіленшиева Нұржамал Сейдәліқызы және жастар бөлімінің басшысы Марат Сәрсенбаев, Жас отан жастар қанатының белсенді мүшесі Мейірхан Бектеміс сынды белсенді жастар мен студенттік декандар ұйытқы болды. Сырдария университетінің 20 жылдығымен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенттері атынан шын жүректен құттықтаймын. Және бұл форум ары қарай жалғасын тауып, біз енді бір-бірімізге Сырдария университетімен бауырмыз ғой, болашақта үлкен идеялар туындап, оның жүзеге асатынына мен кәміл сенемін. Форумның жабылу салтанаты студенттер сарайында болып өтті. Түрлі жоғары оқу орындарынан келген студент жастар өздерінің жекелеген ойларын айтып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Айта кету керек, бас қосқан жоғары оқу орындарының студенттері алдағы уақыттарда да келелі жиын кеңесін тоқтатпайтындығын жеткізді. Тұлпарлар қатар қанат самғатса, сұңқарлар бауырлас улайдағай. Ал олардың артынан қалатын тек қана ойпаттай іздер ғана. Ал бүгінгі біздің, сіздердің, сырдариялықтардың әлем тарихында, Қазақстан тарихына салған ізі мәңгі қалмақ. Себебі бұл республикада, Қазақстан Республикасындағы тұңғыш жастар форумы. Жалпы ұйымдастырушыларға деген алғысым шексіз. Жетісай ауданынан Бекболат Сатуов, Азат Нысанбаев, жаңалықтар қызметі.